Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы активті және пассивті концентратор. Сабақтың мақсаты концентратор түрлерін білу, желі топологиясын ескеріп, қажетті концентраторларды таңдауды үйрену. Жалпы концентратор дегеніміз не? Концентратор ағылшынша хаб детальдың ортаңғы бөлігі деген мағынаны береді. Ал желілік технологияларда концентратор жұлдыз тәрізді топологияны пайдаланатын желілердің жанасу нүктесі болып табылады. Жалпы әртүрлі ARSNet, OnBase-T және OnBase-F сияқты және басқа да көптеген патенттелген желілік топологиялар әртүрлі кабельдерді қосу және деректерді желінің әртүрлі сегменттеріне бөлу үшін концентраторлар қарқынды пайдаланады. Бұл жағдайда концентраторлар сигнал таратушы ретінде болады. Олар сигналды бір порттан қабылдап алып, оны қалған барлық порттарға жібереді. Кейбір концентраторлар ретрансляция алдында әлсіз сигналды күшейтеді. Басқалары барлық порттар арасында шын мәнінде синхронды деректер алмасуды қамтамасыз ету мақсатында сигналдың уақытша сипаттамаларын өзгертеді. OnBase-F типті бірнеше ажыратқыштары, яғни разъемдары бар концентраторлар айналардың көмегімен жарық сәулесін әртүрлі порттарға бағыттай отырып бөледі. Енді жалпы концентратор жайлы кішігірім ағылшын тіліндегі бір видеоны көріп өтсек. I'm Jonathan Ayers with Networked for Success, and today we're going to talk about what is a network hub. Well, a network hub is a device that is used to connect computers together. Now, we are going to do this using cables, so you have to have cables in the first place. But if you want to have a number of computers connected together so they can share information, what we call talking to each other, then you buy a network hub. Now, network hubs are essentially what we call dumb devices. And the reason they're dumb devices is that they don't do anything other than just allow computers to be on the same cable. Now, how do you set up a network hub? Well, it's quite simple. You're just going to have a network hub like this one right here. And in the back, there's a place to plug in a power supply. And then there's a place to plug in the network cables. Now, once you plug these network cables in, then they're going to be able to talk to each other. These computers will talk over these cables across what we call a network. And you'll have lights up here that will show them working properly. So a computer hub, a network hub, is used to connect computers together so that they can talk to each other. Суретте OnBase-2 желісінің мүмкін болатын конфигурациясының бірі көрсетілген. Машиналардың өзара қосу әдісіне назар аударыңыз. Бірінші жүйемен жіберілген деректер жіберуші мен алушы арасында орналасқан барлық жүйелермен өңделуі тиіс. Келесі суретте OnBase-T желісінің конфигурациясы көрсетілген. Бұл суретте концентратор барлық құрылғыларды біріктіреді. Мысалы, OnBase-T стандартына сәйкес барлық құрылғылар бір немесе одан да көп концентраторларға экрандалмаған қосорам, яғни витая пара кабелінің көмегімен физикалық түрде қосылуы тиіс. Концентраторлардың бірнеше порттары бар болғандықтан көп құрылғыларды қосуға болады. Кейде бірнеше концентраторларды біріктіру қажеттілігі туындайды. Бұл жағдайда концентраторлардың жоғарғы жылдамдықты порттарының көмегімен магистральды ұйымдастыруға болады. Барлық концентраторлар жоғары жылдамдықты магистральға тікелей қосылуы тиіс. Өйткені көптеген жергілікті желілердің ең қарқынды трафигі жұмыс станциялары мен бастапқы серверлер арасында байқалатындықтан сегмент магистралі жалпы өнімділігіне елеулі әсер етеді. Эстафеталық сақина топология желілері де концентраторлар деп санауға болатын құрылғыларға ие. Көпше қатынау құрылғылары Multi-Station Access Unit, Ethernet концентраторлары сияқты функцияларды орындайтындықтан концентратор ретінде қарастырылады. Бірақ та көпше қатынау құрылғысы пакеттерді барлық белсенді құрылғыларға механикалық кілт пен релелердің көмегімен жіберсе, Ethernet концентраторлары тура сол амалдарды параллель орындайды. Жалпы концентраторлар не үшін қажет?
Жергілікті желіде концентраторларды пайдалану үшін қажеттілігін анықтаудың қарапайым тәсілі бар. Егер екі машинадан артық құрылғысы бар жұлдыз тәрізді топология желісі жасалса, концентратор қажет. Алайда бұл ережеге бағынбайтын ерекше жағдайлар да бар. Егер 10 BST стандартының өрістетілетін желісі тек екі машинаны біріктірсе, оларды концентратор көмегінсіз де қосуға болады. Алайда бұл жүйедегі мәлімет таратушы құрылғысын басқа жүйенің қабылдаушы құрылғысымен байланыстыратын арнайы кросс кабельді пайдалану керек. Бұл типтегі кабельдер кең таралған. Егер сіз мұндай кабельді сатып ала алмасаңыз, оны өзіңіз жасай аласыз. Ол үшін қымбат материалдар қажет емес. Аса ұзын емес қос орам кабель, 2 RJ45 ажыратқышы және қарапайым қысқыш құрылғы жеткілікті. Одан кейін кабельдің екі жақ үшін мына берілген схема арқылы түйіндеу қажет. Егер үшінші машинаны қосу қажет болса, концентраторды және 10 BST кабелін пайдалануға тура келеді. Негізгі ерекшеліктері. Барлық концентраторлар қолданылатын кабель түрінде ішінара анықталған функционалдық мүмкіндіктердің стандартты жиынтығына ие. Көп жағдайда концентратор ол жұмыс істейтін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келуі тиіс, кәдімгі желілік құрылғы болып табылады. Концентраторлар әдеттегі жүктастыру құрылғылармен салыстырғанда артықшылық жағдайға ие болғанына қарамастан, оларға IEEE шектеулері қойылады. Концентратор көмегімен құрылатын желілерде қос орам кабель арқылы Ethernet желісін құруға қолданылатын RJ45 ажыратқышы пайдаланылады. 10 BST-ден 100 BST-ға дейінгі барлық стандарттар жұмыс станциялары, принтерлер, жергілікті желінің басқа құрылғылары мен концентратор арасындағы сым ретінде қос орам кабельдердің бір түрін қолданады. Кабельдердің ұшында міндетті түрде RJ45 ажыратқыштары орналасуы керек. Ескерте кететіні, RJ45 коннекторын әдеттегі телефон коннектормен шатыстырып алмау керек. Бұлардың жалғыз айырмашылығы RJ45 коннекторы телефон коннекторіне қарағанда үлкенірек болып келеді. Жалпы концентраторларға жеткізілуі мүмкін кабельдердің ұзындығы тарату ортасының қасиеттерімен шектеледі. Мысалы, 10 BST кабелінің ұзындығы 100 метрден аспауы керек. Бұл шектеу IEEE комитетінің 10 BST стандартының ерекшеліктерімен сипатталған. Әрине, концентраторға қойылатын басқа да стандартты талаптар бар. Концентратор электронды құрылғы болғандықтан, олардың жұмыс істеуі үшін қорек көзі қажет. Көптеген концентраторлар құрылғының күйін қадағалауға болатын жарық диодтары мен жабдықталған. Көбінесе жарық диодтары қоректену кернеуі және белгілі бір порттар арқылы деректерді беруді жүзеге асыру туралы ақпаратты көрсетеді. Кейбір концентраторлар белгілі бір порттар арқылы трафикті қадағалауға, сондай-ақ жергілікті желіде пакеттер қақтығысының туындауын көруге мүмкіндік беретін қосымша жарық диодтарымен жабдықталған. Пассивті концентраторлар. Пассивті концентраторлар өз атауын толық растайтын, берілетін деректерге немқұрайлы қарайтын құрылғы. Бұндай концентраторлар тек қана жергілікті желінің өнімділігін аздап арттырады және істен шыққан жабдықты немесе жүйенің осал жерлерін іздестіруді жеңілдетпейді. Олар жай ғана алынған пакеттерді концентратордың қарапайым функциясын орындай отырып, барлық порттарға таратады. Пассивті концентраторлардың көбін шағын Ethernet желілерін жұлдыз тәрізді топологияда қолдануға арналған бастапқы деңгейдегі тамаша құрылғылар болып табылады. Активті концентраторлар. Белсенді концентраторлар деректерді әдеттегі ретрансляциялаудан басқа кейбір әрекеттерді орындайды. Әдетте олар пассивті концентраторлардың функционалдық мүмкіндіктеріне ие және жіберілген деректерді тағайындалуы бойынша жеткізілетіндігін осынша тексереді. Белсенді концентраторлар Ethernet желілерінде аса маңызды рөл ойнайды. Өйткені берудің аралық жинақтау технологиясын қолдайды.
Бұл технология бойынша алынған деректерді ретрансляциялау алдында оларды концентраторлар талдайды. Бұл концентратор деректер пакетіне әртүрлі басымдық береді деген сөз емес. Керісінше, жай ғана зақымдалған пакеттерді қалпына келтіру және басқа да пакеттерді бір мезгілде жеткізу уақытын өзгертеді. Егер белсенді концентратор әлсіз, бірақ анық сигнал алса, қайта тарату алдында сигнал қажетті деңгейге дейін күшейтіледі. Сонымен қатар кейбір белсенді концентраторлар істен шыққан құрылғыларды тауып, диагностика жасайтын функционалдық мүмкіндіктері бар. Белсенді концентраторларда қабылданған пакеттерді жеткізу тәртібін өзгертуге мүмкіндік береді. Кейбір кабельдер құрылғының немесе кабельдің басқа шетіндегі пакеттерді уақытында алуға кедергі келтіретін электромагниттік кедергілердің әсеріне ұшырайды. Ал кейде пакеттер алушыға мүлдем жетпеуі мүмкін. Активті концентратор пакеттерді тек тиісті порттарға ғана ретрансляциялай отырып, мәліметтерді жоғалтудың орнын толтыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, кедергілері бар каналмен пакетті баяу жеткізу үшін уақытша сипаттамаларды өзгертеді. Мұндай рәсім концентраторға қосылған барлық құрылғылардың өнімділігін төмендетеді. Бірақ уақытша сипаттамалардың өзгеруі нәтижесінде жергілікті желідегі қақтығыстар саны төмендеген жағдайда бұған төзуге болады. Жоғалған деректерді тым жиі ретрансляциялау қажет болмаса, желі қызмет көрсетуге жаңа сұраныстарды өңдеуге қабілетті болады. Тағы бір рет сіздің назарыңызды белсенді концентраторлар проблемалы кабельдерді іздеуді жеңілдететін фактіге назар аударамыз. Ол деректерді үнемі ретрансляциялауға тура келетін порттарды көрсетеді. Белсенді концентраторлар белгілі бір желі өнімділігін арттырады және кейбір жағдайларда проблемалық жабдықтарды іздеу жұмыстарын жеңілдетеді. Белсенді концентраторлар пассивті салыстырғанда бағасы қымбат, сондықтан оларды күрделі конфигурацияларда қолданған жөн. Зияткерлік концентраторлар. Интеллектуалды концентраторлардың пассивті және активті концентраторлармен салыстырғанда көптеген артықшылықтары бар. Пайдаланушылар ресурстарды неғұрлым тиімді пайдалану мүмкіндігіне ие болатындай етіп, өз желілерін жаңғыртуды жоспарлайтын ұйымдар ең алдымен интеллектуалды концентраторларға назар аударуы тиіс. Мұндай құрылғылар кейінірек пайда болғандықтан әлі де соншалықты танымал емес. Дегенмен интеллектуалды концентраторлар өздерінің жергілікті желінің өнімділігін едәуір дәрежеде арттыруға мүмкіндік беретін технология ретінде көрсетті. Белсенді концентраторлардың барлық артықшылықтарына қосымша интеллектуалды құрылғыларды желілік инфрақұрылымға қосу желіні бір орталық нүктеден басқаруға мүмкіндік береді. Егер кез келген интеллектуалды концентраторға қосылған құрылғыда проблемалар туындаса, оларды аз күшпен интеллектуалды концентратор ұсынған ақпараттың көмегімен анықтап түзетуге болады. Сонымен қатар концентратор алдын ала мәселені өз бетінше жоюға тырысады. Бұл стандартты белсенді концентраторлармен салыстырғанда үлкен жетістік. Үй жұмысы. Бірінші тапсырма. Концентраторлардың түрлері бойынша ұқсастығы мен айырмашылықтарын жазып, төмендегі кестені толтырасыздар. Мысалға, активті, пассивті деген жерге осы екі түрлі концентратордың қандай айырмашылығы бар екенін жазасыздар. Ал мысалы, мына жерге актив және пассивті қандай айырмашылығы бар екенін жазасыздар. Сол сияқты активті және зияткерлік қандай ұқсастығы, қандай айырмашылығы бар. Ал активті зияткерліктің мына қиылысқан ұяшығына қандай айырмашылығы бар екендігін көрсетесіздер. Осы ретпен берілген кестені толтырасыздар. Екінші тапсырма. FDDI технологиясы жайлы конспект жазу. Сау болыңыздар.